Диетологтар қара шайды қайнаған сумен емес, шамамен 95 градус температураға дейін қыздырылған сумен демдеуге кеңес береді. Іс жүзінде бұл ережені ешкім ұстанбайды, бірақ бұл туралы ойлануға тұрарлық, өйткені қайнаған су шайдың құрамындағы барлық пайдалы заттарды құртып жібереді. Оның үстіне ережеге сәйкес қара шай бір рет қайнатылу керек. Бұл сусын ең үлкен пайда келеді, егер сіз оны қайнатқаннан кейін бірден 1 сағат көлемінде ішіп тастайтын болсаңыз. Армысыз YouTube көрермендер, сіздермен денсаулық байлық арнасы бүгін сіздерге шай туралы біраз ақпарат бермекшіміз. Қандай шай ең зиянды шай болып саналады? Видеоны соңына дейін қарап, ұнап жатса лайк басып, таратып, қолдап жіберсеңіздер. Диетологтардың айтуынша, қара шайды күннің бірінші жартысында ішкен дұрыс. Олардың құрамында танин көп, ал екінші жартысында жасыл шайды ішкен жөн. Норма күніне 2-3 кесе қара шай және 3-4 кесе жасыл шай. Кешке егер қаласаңыз шөп шайларын ішуді әдетке айналдырсаңыз болады. Мысалға түймедақ, яғни ромашка қосылған, жалбыз, мята қосылған, лимон қосылған шайларды ішкеніңізге болады. Мята қосылған шай тестостерон деңгейін төмендетуі мүмкін деген пікір бар. Бұл өз кезегінде потенцияға әсер етіп эрекцияны әлсіретеді. Сонымен қатар мұндай сусындар тыныштандыратын әсерге де ие болады. Қазіргі айтатын ақпарат көптеген адамдардың құлағына жағымсыз естілуі мүмкін. Бұл қазақтардың трендтегі сүт қосылған қара шай. Мамандар сүтпен қосылған қара шайды күмәнді деп санайды. Ол остеопорозбен ауыратын адамдар үшін негізінен қара шайды тұтынбаған дұрыс, әсіресе сүтпен бірге. Бұл сусынды кальцийді бейтараптандырғыш деп атауға болады. Яғни сүт қосылған шай адамның ағзасына кальцийдің сіңуін мүлдем жойып жібереді. Остеопороз деп отқанымыз бұл сүйегінде ақауы бар адамдарға сүтпен шайды ішуді неғұрлым доғарғандары жөн. Диетологтар шайдың лимонмен, егер адамның асқазан ішек жолдарында ауру болмаса, табиғи қанттармен және келген жағдайда тәттіні ұнататындар шайды кептірілген жемістермен, яғни сухофрукталармен немесе мармеладпен біріктіріп ішкені өте жақсы. Қадірменді YouTube көрермен, егер сіздер дайындаған шай бір күн бұрын кешкісін мүмкін көбірек дайындап қызартып, әдемілеп дайындап қойған шайды ертесіне ішуге мүлдем болмайды. Бұл туралы сарапшылар былай дейді. Егер сусын ашық ауада бірнеше сағатқа қалдырылса, онда оттегінің әсерінен бактериялар мен зиянды қосылыстар пайда бола бастайды. Шайдың бетінде олардың саптаяққа қалдық қалдыратын қалың қара қабықшаға ұқсайтын нәрсе пайда болады. Оны бәріміз де байқаған боларсыздар. Яғни бір күн бұрын тұрып қалған шайды ертесіне қарасаңыздар, қара түсті пленка бетінде, осы пленка шайдың улы затқа айналғанын білдіріп ақ тұр. Неліктен жапондықтар бір тәулік бойы тұрып қалған шайды жыланның шаққанынан да жаман деп санайды? Себебі ол шайдың құрамында адамның ағзасына аса қажетсіз улы зиянды заттардың пайда болуында. Бұл заттар асқазан ішек жолдарының органдарына, негізінен бауырға ең зиянды әсерін береді. Сонымен қорыта айтқан кезде, қадірменді YouTube көрермендер, ешқашан бір күн бұрын жасалып дайындалған шайды ертесіне ішуші болмаңыздар. Қанша ол қызарып әдемі болып тұрса да, ол шайдың құрамында біздің ағзамызға қажетсіз зиянды заттар түзіліп қойған. Бұл медицина түрінде дәлелденген. Әрқашан шайды жаңадан дайындап ішкен өте дұрыс. Шай сосын кейін 1 сағат көлемінде ғана өзінің пайдалы тұстарын сізге береді. Ең дұрысы жаңадан дайындалған шайды ішіп, соны қолдану. Шай негізінде 1 сағат көлемінде ішілген шай сіздің ағзаңызға өте пайдасын береді. Ендігі тағы да бір сұрақ, сіз қандай шай ішіп жатсыз? Шайдың сапасы оның деңгейіне сай ма? Бұл сұрақтардың барлығын келесі пайдалы ақпарат ретінде сіздерге ұсынатын боламын. Ал енді бүгінгі ақпараттарды өздеріңізге пайдалы деп тапсаңыздар, жақындарыңызға таратып, қазақша контентті қолдап, лайк басып кетіңіздер. Аман сау болып тұрыңыздар. Келесі жүздескенше сау саламатта болыңыздар.